Сәлем достар, қайырлы күн. Вьетнамдағы Фукуок аралындағы 5 теңіз жұлдызы немесе морские звезды дейміз. Соған бару үшін алдымен өзіңіз қонған отельдегі ресепшнға жолығып, сол жердегі гидтар туралы ақпарат білесіз. Алдымен гидтар таңдап алып, оның үшін жаңағы вип гидтар болады, жай автобуспен алып жүрген гидтар болады. Бағасы шамамен $200-300 арасында. 5 жерге бір күнде немесе 3 жерге дейін алып барады. Теңіз жұлдызы көру үшін ол біраз алыстау жерде, сондықтан түске дейінгі уақыт алғандарыңыз дұрыс. Егер ең алатын кездің біреусі бұл күн батқан кезде сол жаққа барып суретке түсу өте әдемі болады. Сондықтан сондай кез таңдасаңыздар да болады. Біз өзімізге такси алдық. Бір таксиде 2 бала, 3 ересек адам болдық. Осылай такси бізді өзі алып жүреді. Одан кейін өзі таксист тоқтап, осылай апаратын жерге дейін алып барды. Бізге осындай мосттың үстінен өтеміз. Айналаның бәрі шетелдіктер, ар жерден келген орыстар көп бұл жақтан. Міне мотоциклдермен осындай жүріп жүреді, көшеде өтіп. Мынау шағын бір ауылы. Теңіздің жағасында орналасқан жаңағы морские звезды тұрады. Осы жерде причалы бар. Осы жерге келіп суретке түссеңіздер болады. Негізі бұған жақын жерде теңіз жұлдызы морские звезды жоқ, сәл ары қарай бару керек. Дәл осы жерде бұрын болған, бұл кетіп қалды. Адамдар көп келген соң морские звезды ары қарай кетіп қалған екен. Сондықтан осы жерде қайық аласыздар, тағы да очередь. Қайық бір барып келгені шамамен $100 айналасында тұрады. Бұл жерде суретке түскенге әдемі, жаңағы таксист өзі сый, жеміс, жидек, банан, сусын бәрін өзі алып береді. Осындай арал, бұл жерде жаңағы жергілікті тұрғындары осы аралда тұрып, туристерге қызмет көрсетіп ақша табады. Мына жерде пальмалардың бәрі табиғи. Жаңа айтып өткен жағын причал бар, сол жерде көріп, жан-жақты тамашаласаңыздар болады. Осыдан ары қарай 4 километрден кейін Камбоджаның территориясы. Теңіз жылы, мына жерде абайлаңыздар, балалармен. Мына жердің тереңдігі бір ең азы 6 метр. Біздің қайығымызда келді. Қайыққа желет бөледі. Осындай желеткеге балаларды жақсылап бекітіп, өздеріңіз жанына тепе-теңдік ұстап отырыңыздар. Шамамен барғанша 15 минут уақыт келеді. Жан-жақты түсіріп, табиғатты көріп, керемет әсерлі барасыздар. Әртүрлі видеолар, локациялар түсіріп болады. Біраз 15 минут жүресіздер. Осындай аралдың басқа бір бұрышына барасыздар. Камбоджамен шекаралас жер ғой, біраз уақыт алды, сондықтан мен тез түсіріп жатырмын. Міне бізде жеттік. Алғашқы теңіз жұлдызы, морские звезды. Бұл негізі сырт қалып шықса, одан кейін өліп қалуы мүмкін екен. Сондықтан ұстағанда тезірек ұстап, одан тезірек жіберіңіздер. Бұл құрып бара жатқан бір теңіз жануарларының бір түрі екен. Өте көп кездеседі. Бұл безобидный негізі. Мынау морские звезды. Теңіз жұлдызы дейміз ба? Теңіз 5 жұлдызы деген осы. Бұл Фукуок аралында келсеңіздер көресіздер, ұстауға болады. Теңізге шығып жатады осындай жағаға. Біз кешке күн батуға қарай бардық. Ол кезде әдемі вид болады, бәрі суретке түскенге фонға әдемі болады. Сол үшін кешке күн батарға таяғанда барыңыздар. Теңіздегі жып-жылы, бұл жақта міне осындай жағаға шығып жатады. Ұстап, көріп, жаңағы суретке түсіп жүреді. Арнайы фотографтар жүреді. Шетелден келген, жан-жақтан келген фотографтар әртүрлі мақсатта суретке түсіреді. Одан кемеміз, қайығымыз бізді күтіп тұрады, осы ұқсап. Қанша уақыт жүрсеңіздер де күтіп тұрады сіздерді. Ары кетсе бір 20 минут осы. Бірақ өте керемет әсер аласыздар. Өмір көрмеген нәрсені ұстап көресіздер ғой. Осындай фотозоналары бар, суретке түссеңіздер болады. Суретке нағыз таптырмайтын жер, әсіресе күн батып келе жатқан кезде. Сондықтан жақсы кадрларға суреттер түсіріп алыңыздар, видеолар түсіріп алыңыздар. Мынандай орындық бар.
осы орындыққа отырып күнді батқанын қарап отырып жаныңыздан суретке түссеңіздер керемет фото шығады. Осыны апарып алып ар жақтарында тұрады өзі. Солай суретке түссеңіздер болады. Былай түсесіздер, өздеріңіз білесіздер. Сосын енді бұл жерде 20 минуттан кейін қайтамыз. Осылай қайтып шамамен бір 15 минутта жетеміз. Жолда осылай кеме сияқты үйлер кездеседі. Адамдар, жергілікті халықтар осында тұрып, бұларда көбінде үй жоқ. Осындайлар тұрып, балықшылардың ауылы, балықтарын аулап, осы жерде тұрып өмір сүретіндер де болады. Осымен саяхатымыз аяқталды. Қайтамыз. Каналға жазылып тіркеліңіздер. Фукуоктағы әрбір қызықты жағдайларды мен сіздерге тағы да каналда айтатын боламын.